Менің атым Нұркенова Асылай. Мен 92-ші мамандандырылған лицейдің оқушысымын. Абайдың мерейтойына арнап мен өлең оқығым келеді. Күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма, тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш бұрай. Біреу малма сапсыйды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Қаз, тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шамшы жүр, ол бір керуен. Қай ауылда көрсеңде жабырқаңқы, күлкі, ойын көрінбейді, сөйл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең, кемік сүйек, сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең.